Нешеде тұрасың? Мен ұйықтамаймын. Келіңіздер, ата енесімен бірге тұратын келіндер керек. Или жеке атасымен, или енесімен. Просто ата енесімен тұратын. Бәрі, молодежь. Бала келіндер, ана, дана келіндер бәрі шыға берсін, любой, бәрі. Здесь может выиграть любой денежный приз, спокойно, легко и просто. Ага, құдай жағынан, келіңіздер. Ата енесімен бірге тұратындар, сюда. Ага, келіңіздер. Дұрыс, все бәрі шықсын, кім ата енесімен тұрады? Зәурет әке, кімді білесіз? Келіңізші отаға, бәрін шығарайық. Здесь бала не играет роль уже. Енесімен я, атасымен или? Ага, кім? Шығарыңыз бәрін. Кто есть? Кім? Бұл жолы бала не играет роль, спокойно можете думать. Жүріңіз, ага, келіңіз. Уайымдамаңыз. Біреу туысаңыздарда бесеу көжеде болуы. Ага, көп келіңіз. Құдай жағынан. Бұлар ата енелерімен тұрады, жынданып, нервін жетіп келе тұрып бұлардың. Кім, Майра? Опытный сияқты бұл, тәжірибелі. Келіңіз. Бұл осы ойнайды. Рахмет. Тихо. Бұлардың жағдайларын сендер түсінбейсіңдер. Тыныш тұрыңдар. Өлім мен өмірдің арасында жүргендер бұлар. Тихо. Есіміңіз келіңіздер. Есіміңіз? Айнұр, құдай үшін даусың бәсеңдей қалып тұрғанда. Кіммен тұрасың? Ата енеммен. Ата енеңмен? Мама деп айтпайсың? Ата мама деп. Ата мама деп айтасың. Енді саған сұрақ. Таңертең нешеде тұрасың? Әр кезде әртүрлі. Маған керек емес әр кезде. Маған точно керек. Нешеде тұрасың? 5-те. 5-те? Шапалақ? 5-те тұрады екен. Молодец. Тұрады. 5-те тұрады. Есіміңіз? Фариза. Фариза? Фариза. Кіммен тұрасың? Атаммен, апаммен. Атаммен, апаммен. Молодец. Қанша жыл? 8 жыл. Давай, қимыл келіп жүрді. 8 жыл. Таңертең нешеде тұрасың? 8-те. 8-де? Бара ғой. Жаттық ғой, жалпы 8-ге. Мынау 5-те тұрады. Ой, жаным, шашыңыз күшті екен. Прическа называется роллтом, да? Есіміңіз? Гүлмира. Тихо. Гүлмира, кіммен тұрасың? Енемен, құдалы жаным. Сен әбден егін алған жарсың. Өзіңіз ене болып кәдімгі бейт тұрсың. Нешеде тұрасыз? 5 жағында. 5 жағында? Точно ма? Ойланбайсыз ба? Точно 7 отырамын. Да, 5 жағында. Пока. Шапалақ ұрасына 5 жағында тұрады. Чуть-чуть не хватило. Ладно. Ойланып жауап бересіздер ғой, мына кісі 5-те тұрады екен. Так, есіміңіз? Ханшайым. Құдай, не деген есім? Нешеде тұрасыз? Таң намазына тұрамын, кейін 9-да. Тұрасың да, ұйықтайсың, қайдан тұрасың ба? Нешеде тұрасың? 9-да. Жоқ, таңертең тұрасың. 3:11-де ата-енеңе шай бересің ба? 3-те? Бермейсің ба? Оны жайлап ақырма. Тыныш рахмет. Ұрайын деп тұрған сияқтысыз ғой, кішкене жымиып тұрсаңызшы. Есіміңіз? Лаура. Кіммен тұрасыз? Ата-енеңізбен нешеде тұрасыз? 3. Неге аузыңызды бүйтіп жаптыңыз? Өтірік айтып жатқан сияқты сол дейді. Кете берегіңіз. Бұл кісілер сондай прямой болады. Мен мында тұрсын кете берейін бе? Сіз точно ата-енеңізбен тұрасыз ба?
Түріңізге қарасам, вообще өйдеймін. Тек 11-де тұратын сияқтысыз. Есіңіз? Ғалия. Ғалия. Нешеде тұрасыз? 4-те. 4-те? Така! Барагой жан. Намаз оқиды. Молодец. Ғалия келе ғой. 4-те тұрады. Молодец. Құдай. Қанша жыл болды келін болғанына? 7 жыл болды ма? Сен түрге олып 7 жыл болды. Шабана олайықшы. Жастайынан кетіп қалсың ғой? Жаным, күйеуің қайда? Біраз берсе жетсем ақша. Нешеде тұрасың? Мен ұйықтамаймын. Ақшадан өлдің ба? Не деймін енді? Бара ғой Ғалия, ұйықтамай деген. Тоқта, енең қайда? Ене деп айтасың ба дейді? Мама? Қайда мама? Тоқта. Ұйықтай ма мама? Ұйықтай? Нешеде ұйықтайды? Балалармен бірге жүрген ұйықтамай. Тұрып жүретін. Мына кісі үйретіп қойсын ғой сен кәдімгі жетшіні таниын. Жарайды, болды, отырып. Бәрі зор болды. Жаным. Тәден, нешеде тұрасыз? 7-те. 7-тен? Онда не істеп тұрсыз? Екінші рет тұрсыз, жолыңыз болмай қойды ғой сіздің. Қанша жылы болды келін болғаныңыз? 30 жыл. 30 жыл, шапалақ ұрайыншы. Қай жақтың, қай елдің келдіңіз? Осы Астана. Астана? Қорғалжын? Мына батыс жаққа дейді, қолы жеткендер барады дейді. Байқоңыр жаққа жолы жеткендер барады дейді. Қорғалжын жаққа духы жеткендер барады дейді. Духовой тәтемізге шапалақ ұрып қояды. Темешсіз бе? Темеш па? Елеріңіз? Атай елеріңіз? Қорғалжынан болған дейді. Нешеде тұрасыз? 6. Рахмет, шын жауабын бергеніңіз. Ұятсыз екен, ұйықтамай деген. Шапалақ ұрып қояды. Есімі? Жұлдыз. Ұйықтамайтын қызға 3000 теңге шапалақ ұрайық. Әнді сосын айтасың. Не қарап тұрсың? Бана Галя тәте молодец деймін. Жастарға деп бірден елдің ортаға маған ұйықтайтын келіндер керек. Ата енесімен тұрмайтын келіндер керек. Давай, келіндер.